Саламатсыздар ма әріптестер, мен Әбдікеримова Жақсымбетқызы өзімнің панорамалық сабағымды ұсынамын. Миға шабуыл әдісі арқылы алдыңғы білімдерін еске түсіріп, сабақтың тақырыбын болжайды. Төмендегі сұрақтарға жауап береді. Болашақ энергиясы дегеніміз не? Қандай энергия түрлерін білесіңдер? Күн энергиясын қай жерде қолданады? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы сабақтың тақырыбын анықтайды. Сабақтың тақырыбы күн энергиясы. Оқу мақсаты эссе құрылымы мен дамуын сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыра отырып, өз ойын дәлелдеп жазу. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұнын түсініп оқиды, ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстырады, құрылымы мен дамуын сақтап, ұсынылған тақырып бойынша өз ойын дәлелдеп эссе жазады. Құндылықтар кіріктірілген сабақ мақсаты әлемнің қазіргі ғылыми бейнесі, ғылым мен техниканың жетістіктері туралы білу. Жаңа сөздер. Жаңа сөздермен танысып, сөз тіркесін және жай сөйлемдер құрайды. Мәтінмен жұмыс. Жұптық жұмыс, ойшыл қалпақтар әдіс арқылы мәтінді оқып талдау жасайды. Ақ қалпақ күн энергиясы туралы айтады. Сары күн энергиясын пайдаланудың артықшылығы. Қара күн энергиясын пайдаланудың кемшілігі туралы айтады. Жасыл қалпақ күн энергиясын пайдаланудың экономиканы көтерудегі тиімділігі туралы айтады. Қызыл қалпақ күн энергиясын пайдалануға қатысты өзінің эмоциясын білдіреді. Көк қалпақ бақылап қорытады. Айтылған ойларды сараптап талдайды. Дескриптор мәтін мазмұнын түсініп оқиды, мәтінді талдап ой бөліседі, кеңесіп ойын жинақтайды, өз ойын тұжырымдап айтады. Қалыптастырушы бағалау 2 жұлдыз 1 тілек әдісі. Ойшыл қалпақтар әдісінің мақсаты оқушы назарын шоғырландырып, мәтіннің астарлы ойын, мәтінде көтерілген мәселені анықтауға, ақпарат алу мен пысықтауға, ойын жинақтап тұжырымдауға дағдыландыру. Келесі тапсырма жеке жұмыс. Оқушыларға кесте таратылады. Салыстыру әдісі арқылы күн энергиясы мен дәстүрлі энергияны салыстырады. Экологияға әсері, құны, болашақтағы маңызы. Дескриптор 2 энергия көзін салыстырады, кемінде 3 айырмашылық жазады, қорытынды жасайды. Қалыптастырушы бағалауда сыныптастар бір-бірінің жұмысын бағалап, кері байланыс береді. Салыстыру әдісі арқылы оқушы ғылым мен техниканың жетістіктерінің артықшылығын салыстыру арқылы болашақтағы маңызын көрсетеді. Келесі тапсырма жазылым тапсырмасы. 3 тақырып таңдауға беріледі. 3 тақырыптың бірін таңдап, 100-120 сөзден тұратын аргументивті эссе жазады. Бірінші тақырып күн энергиясы дәстүрлі отынды толықтай алмастыра ала ма? Бұл жерде күн қуатының сенімділігі мен тұрақсыздығы мәселесі жазылуы керек. Екінші тақырып күн панельдерін өндіру экологияға пайдалы ма, әлде зиян ба? Қоршаған ортаға әсері туралы жазылу керек. Үшінші тақырып жеке үйлер үшін панельдер 10 жылда ақталатын инвестиция ма? Экономикалық талдау жасау керек бұл жерде. Дескриптор кіріспе негізгі бөлім қорытынды сақталған, кемінде 2 аргумент келтірген, ғылыми терминдер қолданылған, грамматикалық қателері аз. Қалыптастырушы бағалау бұл жерде мұғалімнің ауызша кері байланыс арқылы жүзеге асады. Аргументивті эссе жазу арқылы оқушы өз пікірін нақты дәлелдер мен фактілер келтіре отырып жеткізуге дағдыланады. Сабақ соңындағы кері байланыс шығу парақ әдісі арқылы төмендегі сұрақтарға жазбаша жауап беру арқылы жүзеге асады. Бүгін не үйрендіңдер? Сабақ бойынша қандай сұрақтарың бар?
келесі сабақта қандай мәселелерге баса назар аудару керек? Үйге тапсырма: бір елді таңдап, сол елдегі күн энергиясының дамуы туралы шағын презентация, 5-7 слайд дайындау. Сабақта қолданылған ресурстар: интерактивті тақта, PowerPoint таныстырылымы, үлестірмелі қағаздар, A4 форматты қағаз, маркерлер және стикерлер. Назарларыңызға рахмет.